Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен ет қосылған ащы салаттың видеосымен бөлісетін боламын. Бізге керегі 3-4 қияр. Қиярды осылай турап аламыз, үлкен ыдысқа саламыз. Одан кейін 3-4 қызанақ. Қызанақтың ортасынан бөліп, жұмсақ етін алып тастаймыз, қалғанын ұзыншалап тураймыз. Оны да ыдысқа салып, енді піскен етті тураймыз. Етті бір күн бұрын пісіріп қойса, турауға өте ыңғайлы болады. Жылқы еті, сиыр еті болса да болады. Жалпақ ет тураса да болады, ұзыншалап тураса да болады. Еттің үстіне дайын сәбіз салатты саламыз. Сәбіз салатты қолдан жасадым. Сәбіз салаттың видео рецепті менің YouTube каналымда бар. Салаттың үстіне азғантай соевый соус құямыз. Және паприка, кориандр, ащы қызыл бұрышымызды салып, оның үстіне майдалап туралған чеснокты саламыз. Чесноктың үстінен қызып тұрған майымызды құямыз. Майды құйған кезде осылай қуырылып, чесноктың иісі әдемі болып шығып тұрады. Кішкене араластырып жібереміз. Үстіне укроп салып, салатымызды жақсылап араластырамыз. Міне осымен салат дайын. Кішкене ащы қылам десеңіздер, бұрышын аздау саласыздар. Қатты ащы болу керек болса, бұрышын көптеу саласыздар. Үстіне осылай күнжітпен әсемдеп қойсаңыздар, дастарханда әдемі көрініп тұрады. Салат осындай болып шығады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, жасап жатсаңыздар, менімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Рахмет.